Сәлем достар, бүгінгі видеода сүйек сорпасының адам ағзасына пайдасы жөнінде айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естімеген пайдалы ақпараттар болатынына сенімдімін. Сүйек сорпасы жақсы пробиотик. Алдыңғы видеода айтқанымдай иммунитеттің 70% ішекте орналасқан. Біздің физикалық, эмоционалдық қалпымызға жауап беретін гормондардың 90% ішекте бөлінеді. Олар дофамин, мелатонин, серотонин. Сүйек құрамында сапалы майлар, амин қышқылдары, глицин, лизин, глутамин, темір, кальций, фосфор, майда еритін дәрумендер А, Д, Е, К, түрлі минералдар тағы басқалар бар. Глицин түнгі ұйқы сапасын арттырады. Сол үшін сорпаны ұйықтар алдында да ішкен жақсы. Иммунитетімді қалай, не ішіп көтерсем болады деп ойлап жүрген болсаңыз, бірден ойыңызға сүйек сорпасы келсін. Сүйек құрамындағы лизин ішектің шырышты қабатына пайдалы. Сүйек сорпасы ақуыздың ерекше көзі болып табылады. Сүйек сорпасының пайдасы құрамындағы коллаген асқазан ішек жолына пайдалы. Ол ішек қозғалысын жақсартады, ас қорыту бұзылыстарын жеңілдетеді. Зерттеулер бойынша ішектің қабынуы бар адамдарда коллаген, белок деңгейі төмен болады екен. Коллагенді жиі тұтыну буындардағы ауырсынуды азайтады және алдын алуға көмектеседі. Тері серпімділігін жақсартады. Тесік ішек симптомының алдын алады. Тесік ішек дегеніміз ішек қабырғасының дефектісін айтамыз. Аш ішек микрофлорасының бұзылысында, ішектің қабынуында, яғни крон ауруы, биспецификалық жаралы колитте көмектеседі. Иммунитетті нығайтады. Тағамдық аллергиямен күресуде және кей тағамдарды жеке көтерілмаушылықта көмектеседі. Сорпа құрамындағы амин қышқылдар глицин, аргинин, глутамин, аланин өт түзілуге қатысады. Зат алмасуды жақсартады. Про және пребиотиктер балансын реттейді. Ас қорыту үрдісін жақсартады. Артық газ түзілуді болдыртпайды. Қышқылды рефлюкс, диарея және тағы басқаны болдырмайды. Буындар мен байламдар мықтылығына қатысады. Коллагеннің жасартатын әсері бар. Сүйекті қалпына келтіреді және нығайтады. Сүйек сорпасын 12-18 сағат қайнату қажет. Ол үшін түтікті сүйек алуымыз керек. Қайнап болуға 30 минут қалғанда 6% алма сірке қышқылын құюды ұмытпаймыз. Себебі сүйек құрамындағы пайдалы заттарды сорпаға шығарады. Сүйек сорпасын жиі ішіп тұруға кеңес беремін. Қазіргі уақытта көпшілік адам сорпа орнына ағзаға біршама зиян құрамында қантқа толы газдалған сусындар ішуге құмар болып келеді. Сол сусынды жиі тұтынып, адамдар өз денсаулығына қауіп төндіріп атқандарын білмейді. Сондықтан денсаулыққа пайдалы сорпа ішуді әдетке айналдырыңыз.